Так, всем ассаламу алейкум. Бүгін бізде чемпионат Казахстана по трейдингу өтеді. Бізде 25 ең мықты трейдерларды жинап алдық, және де қазір олар 5 сағаттың ішінде 50 мың долларлық депозиттеріне қанша прибыль қосады екен, соны бақылайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Так, қазір біз қатысушылармен былай жақынырақ танысып шығатын боламыз. Так, мына жігіттен басайық. Есіміңіз? Данил. Опыт в трейдинге сколько? Так, ну серьезного опыта уже 3 года. 3 года. 3 года, да. Под управлением сколько денег у вас на данный момент? Так, сейчас я в данный момент работаю с одной проб-компанией, называется Funding Pips. У них 100 тысяч под управлением. Вы недавно нам показывали, вот вы отправляли максимальную аллокацию 300 тысяч долларов, да? Да. Ага, 3 года торгуете? Да. Хорошо, какая стратегия? Smart Money. Smart Money? Да, у всех, да, одно и то же. Но я думаю, у вас индивидуальный Smart Money, а не обычный классический. Да. Ну все, круто, Данил, тогда желаем вам удачи. Все, спасибо, Мирас. Аха, сіздің атыңыз кім? Жеңіс, қанша уақыт болды жасап жатқаныңызға? 3 жыл болды, осознанно 1,5 жыл болды, чисто графиктің алдында отқан. Аха, 3 жыл болды. Под управлением қанша ақша бар? Под управлением сейчас 10 проб бар, именно сол Funding Pips'те. Менде бірінші фаза өтіп, екінші фаза қазір минус 2%. Все, хорошо. Все, Жеңіс, сізге жеңіс тілейміз. Мен есім Абылай болады. Трейдингті жалпы 1,5 жыл. 1,5 жыл ма? Иә. Ага. В общем, цикле есептесек. Под управлением қанша ақша бар? Реальный счет или... Енді ондай прям мақтанатындай сумма жоқ, сондықтан пока ол былай қала берсін, бір күні жарып шыққан кезде трейдинг хаб енді өзіне шақырады, мен оны білемін. Потому что обучение непосредственно с трейдинг хаб комьюнитиінде өткен. Жалпы солай. Қазір енді өзіңізге уверенность қалай болып жатыр? Уверенность бізде всегда на высоте. Ага, по анализам как у вас? По анализам только Smart Money и там СНР-ның бір-екі фишкасы бар. Так, сіздің есіміңіз кім? Табира. Табира. Опыт в трейдинге қанша сізде? 2 ай. Ага, осы уақытқа дейін примерно қанша прибыль жасадыңыз, қазір депозитіңіз қанша? Менде реальный счетпен ғана 100 доллардан 8 мың доллар салам. 100 доллардан 8 мың доллар. Да, впечатляюще, да? Дәл қазір енді қандай позицияда отырсыздар, қандай стратегия? Smart Money. Smart Money. 0,6 лот. Негіз USD GPY мен, иә? Все, өте жақсы. Все, сәттілік сізге. Так, Елнұр, атыңыз кім? Елнұр болады. Елнұр бола ма? Так, қанша жылдық опыт бар сізде қазір? Жарты жылдық. Жарты жыл? Серьезно? Ага, под управлением қандай ақша болды, қазір бар? Оған дейін 1-2 жылдай бар. Аха. Оқығаныма жарты жыл болды. Оған дейін 2 жылдық, 2,5 жыл болды, короче. Сізде қазір под управлением қанша бар? Немесе қанша жасадыңыз до этого? Қанша прибыль жасадыңыз? Примерно айта кетсеңіз. Ну, скромно можете, если что, азайтып айтсаңыз да болады, ол без проблем. Оған дейін 2,5 доллар жасаған. Қазір пока жасап жатқан жоқпын. Типа чисто практика болды. Только практикамен. Ну все, хорошо. Так, сіздің есіміңіз кім? Самат. Так, қай сделка достар? Қарауыздар ма? Сіздің есіміңіз? Мұхаммед Али. Так, опыт қанша сіздерде? 4 жылдай бар примерно. 4 жылдай. Менде 2 жылдар бар. Прям стабильно емес. Стабильно емес, хорошо. Под управлением қанша средства? Ну, болғандарына айтып, көп счеттар болды. Қанша бар? 100 мың доллар. Иә, 100 мың доллар. Оған дейін бір степ Funding Pips'тан соң профиль. Ну, біз бірге торговля жасадық, соңғы 2 жылда. Тек қана анализировать етеміз, чтобы бір-біріміздің эмоцияларымызды контролировать ету үшін. Иә, біреу эмоция, біреу рискін контролировать етсе негізінде жақсы. Қазір енді жақсы настрой қалай өйткені бізде в целом прям ең мықты қазірге ең прям мықты торговля көрсеткен адам, он прям очень бесценный опыт получит. После этого прям өте үлкен опыт получит. Прям не знаю, мотивация болады өйткені неше түрлі трейдерлер приедут на Бугатти, у вас прям алла қаласа баратын болсаңыздар. Жалпы қалай? Жалпы негізі біріншіден опыт жинау үшін келдік, көру үшін. Қалай екенін. И жеңіп жатсақ, или біздің торговлямыз ұнап жатса, баруға дайынбыз, ары қарай өсу, даму тек қана алға қарай жүреміз ғой. Все, хорошо, рахмет. Всем привет еще раз. Что, как отвечать на вопросы или рассказать? Нет, в целом, какой у вас опыт? Трейдингом занимаюсь уже порядка 2,5 лет, скажем так. Последние, наверное, месяца 4 начал уже заниматься более здраво, так сказать, с подходом. Да. Вот. И решил для себя попробовать что-то новое. Вот цель сегодняшнего нашего, так сказать, челленджа, так сказать, да, занять призовое место, как минимум, для того, чтобы набраться опыта у тебя, так скажем, и у ребят, которые занимаются трейдингом. Вот. По проб-компании спрашивал, сейчас я получил проб-компанию, даже проб-счет на 10 тысяч пока, для начала. До этого, мне кажется, вы через трейдинг купили машину, да, или сейчас? Нет, на самом деле, не через это, как бы у меня есть инвестиционный, как бы, да, свой портфель, который я тебе А сказал. вы параллельно инвестируете? Ага. Недвижимость, в принципе, это казахский бизнес. Вот, а сейчас я себе решил что-то новое, как бы, получается, новое. До этого сколько заработали на трейдинге? До этого больше терял, но последние, как бы, полгода, можно сказать, начал зарабатывать и получать прибыльные сделки. Выводить не выводил, пока все на кошельке храню. Ну, примерно сколько это? Ну, что можно купить на это? Пока немного, но на поездку у семьи хватит. Это где-то 10 тысяч долларов. Поменьше, половину. 5. С чем-то, да? Да, Ну, хорошо. Сейчас на какой сделке? Какая сделка? Сейчас я торгую золото и GPD. Нашел. А счет можешь, пожалуйста, открыть? Посмотрим. Счет открыть, пока, наверное, он просадочный небольшой. Но это сейчас как бы все исправится, по моим прогнозам, надеюсь. Да? Главное ставить стопы. Все, хорошо. Что поставили? Все, классно. А СМС? Опыт в трейдинге?
бір жылдан асты. бір жылдан асты қай қаладан боласыз? Мен Монғолиядан. Монғолиядан ба? Вообще круто. Так, бір жылдан асты, жалпы қалай болып жатыр торговля? Плюс-минус сондай. Қандай стратегиямен торговать етесіз? Smart money. Смарт мани. Жасыңыз нешеде? Мен жасым 23-те. 23-те. Все, круто, нравится. Енді алла қаласа сіздерге удачи желаем. Не, сіз қазір, то есть сіз қазір Алматыда тұрасыз ба? Иә, мен осында оқимын. Осында оқисыз ба? Иә. Ал негізі өзіңіз жақындарыңыз бар Монғолиядан ба? Қалай? Иә, Монғолиядан көшіп келемін. Қазақ. Сіз қазақсыз? Иә. Все, круто, нравится. Құттықтаймын. алла қаласа енді жақсы сделкаларыңыз көп болсын. Қазір не жатсыз? Сеть барып ба? Алтыннан? Все. Мақсат болады. Опыт в трейдинге? Так, если в общем, то больше 3, а стабильно больше 2 года. Вот депозитіңіз қаншасын? Собственный депозит около 30 тысяч и пропсчет, там 2 пропсчета примерно. Хорошо. Так, до этого сколько заработали примерно? В общей сложности? В общей сложности. Если- Или за последние полгода, можно сказать? За 3 Ну, месяца? как раз таки последние полгода прям хорошие были, около 250 было. 50? 250. 250? Серьезно? 125 миллионов тенге. Круто. Я показывал, пацаны видели. Да. Кстати, после чемпионата Ақтөбе қаласынан келдім. Ақтөбеден ба? Интересно, да. Все хорошо. Очень интересно испытать свою удачу. Так, қай сделкада отырсыздар қазір? Пока не открылись, но полный анализ сделали, ждем, пока лимиткаларымыз алады. Все, круто. Так, сіздің есіміңіз? Сұлтан. Опыт? Опыт 1,5 жылдай. Под управлением? Примерно. Ой, он көрсетпейсіздер, айта беріңіз. 9 миллион доллар. Так, хорошо. Реальный счет, пропсчет? Реальный проп тоже. Ага, жалпы қандай стратегиямен жұмыс жасайсыз? Smart money, СНР. СНР тоже ма? Ага, дәл қазір енді қандай сделкада отырсыз? Пока звук кто-то. Да? Момент. Все хорошо. Так, в целом бізде мықты деген участниктар бір екеу үшеу менің ойымша ше мына біз жаңа опрос жасағандардың арасында прям ең мықты деген фаворитный, бірақ та енді бұл трейдинг ММА сияқты да бір шальной удар шальная сделка жасап кетсе ол бірінші орын алып кетеді. Так, сіздің есіміңіз кім? Есімім Ария болады. Примерно бір жарым или 2 жылға жақын болады форекстемін. Одан басқа 4 жылдан криптода трейд жасайтын едім. Сосын қазір енді реал шотпен примерно 2 күн бар. Сосын қазір зилка селдемін. Негізі мен өз стратегиямен жұмыс жасаймын, liquidity hunt жасаймын. Өзіңіздің стратегияңыз бар жеке? Мен қазір анализім бойынша мына liquidity hunt болу керек. Негізі бүкіл liquidity hunt болған, енді осыны күтемін. То есть сіз қазір қанша тауып тұрсыз? Қазір $1200. 1200 доллар. Керемет, керемет. Так, сіздің есіміңіз кім? Ассалаумалейкум, есімім Нұрлыбек. Трейдингта 1 жыл шамамен. Қазір под управление ешқандай счет жоқ. Досым екеуміз, общий счетымыз қазір. Сіз, кстати, сіз жаздыңыз иә, мен досым Иә, осымен жаздым. Так, жалпы қалай настрой қалай негізінде? Настрой күшті. Настрой күшті ма? Сделкада отырсыздар ма? Кішкене сәл ұйқымға отырамын, барып Red Bull алып келу керек. Барып қазір Red Bull ішіп алып, сөйтіп отырсаңыздар болады. Тапаға жақында қалма, қанша болыпты прибыль? 2000 доллар. Походу мен примерно я уже нашел да победителя. Мен кірсем бола ма сигналмен деп па? Так, сіздің есіміңіз кім? Гульфарус. Опыт в трейдинге? 1,5 жыл. 1,5 жыл. Қандай стратегия? Smart money. Қандай успехтар бар трейдингта? Ну, проп компания бар. Пока что вот былай. Мен сіздің Гульфарус мықты разгондарыңызды көргенмін. Там 27 доллардан 500 бірнәрсе істеген, там 100 доллардан 1000, 2000-ға жеткізген. Олар успех не входит, да? Ну, он всего деньги айтқым келмейді. А вы их не вывели? Вот самая частая ошибка трейдеров, олар прибыль жасап алады да, одан кейін оны шығармайды. Олар басқаларын көріп алады, там инстаграмда біреулер мен сияқты, и миллион доллар тағы бір нәрсеге жеткіземін деп ойлайды, и потом оның бәрін сливать етеді. Сол үшін де әркімге қарап есе бермей, қанша алла тағала ризық беріп тұр, соны шығарып алу керек негізінде. Вот это самый лучший, наверное, инсайт вот за все последнее время. Так, сіздің есіміңіз кім? Ассалаумалейкум, есімім Арман болады. Трейдингте осы құдай қаласа 2 жылдан асты. Жалпы жетістікке келсек, енді қатты көп емес, бірақ енді топ компаниялардан счет алдым, $20,000 чаллендж өтіп, пайдасын көрдім деп айтамын. Қазір оның бәрін систематив жасадым, кейін қайтадан басынан бастасам деп Қандай стратегия? сол Smart money. Smart money. Так, қалай болады жалпы? Евро, шорттан ба? Мен только негізі евро и алтын ғана торговать етемін. Осы турнир болғаннан кейін басқаларды көрсем деп отырмын, құдай қаласа. Сол. Все, керемет. Мен сделка ашып қойдым, кішкене сигнал берейін ба? Небольшой сигнал да? Мен сделка жаңа аштым, 120 прибыль беріп тұр. Енді жақсы көреміз қалай болады екен. Бірнеше фаворит бар, бірақ та жаңа қайталап кеткендей бар ғой. Біреу бір күшті сделка ашық болады да ше. И сол сделкасы мықты отработка беріп жіберсе немесе импульс болып кетсе, сразу бірінші орынды алып кетуі мүмкін бұл жерде. Здесь все возможно на самом деле. Ну это как ММА, как бокс, как казино. Так, все. Ары қарай қазір жалғастыратын боламыз. Все, мен жаңа сделкам $300 прибыль беріп тұр. Так, давайте тогда пройдемся вот по результатам. Сіз сделка аштыңыз ба? Прибыль? Или минус? Менде прибыль да қазір. Данный момент 4290. 4290 доллар, иә? Алтыннан шорт ашылған. 64-те ашылған. 64-те тұрма. А жоқ, 69 ашылған екен ғой, 40 пипс прибыль, иә? 4000 доллар, әдемі. Так, сізде ше? Енді 2 сделка аштым. Біреуі евро, қазір шорт. Екіншісі болса керсорг. Шорт тоже. Счетыңызды көрсете аласыз ба? Метакта бар ма? Ау. Метатрейдерға тіркелген ба? Метадан көрсетіңізші. Қанша болып тұр? $320, иә? Өте жақсы. Так, ал. Так. Данил, у вас как? Сделку открыли? Да, открыл. Я, получается, по геру отцепился на
2%, и по золоту забрал 1 к 1, плюс 2. И сейчас снова сижу в нем, в шарте. Вот пока без убытки сижу. То есть 0-0, да, у вас? 2000 долларов прибыль сделали, 2000 минус. Нет, минус 750 и плюс 750. И Ага. сейчас сижу в без убытки. Все хорошо. У вас? Можно секрет? А? Секрет болса бола ма, соңында көрсетсем? Соңында көрсетесіз бе? Соңында көрсетсем бола ма? Жоқ болмайды. Так, жоқ, секрет дегенде енді ол не үшін секрет? Ол... болады қазір просто. Ага. Ерте шығып кетуі мүмкін или болмаса солай деген сияқты. Хорошо, хорошо. Давайте эмоциональное давление жасамай ақ қояйық. Так, сізде қалай? Сделка достар ма? Иә. Доллар прибыль, GPY long, золото 1,5 лот long. Золото только жақырдым. Жақсы, жақсы. Так, Елнұр, сізде қалай? Екіншісін әлі ашпадым, пока что. Прибыль қанша болып тұр? Жаңағы менікі дұрыс болмады, получится. Негізі дұрыс болмады емес, дұрыс болды. Просто слишком көп болды там. Ол евро емес қой. Емес, 44 лот. Қас 10 пипсқа төмен жүрсе саған наоборот, ал 90% вероятность саған бірінші төмен жүреді. Даже спредпен. Минус. Өзіме уверен болдым. Қанша уверен болсаң да сен білмейсің ғой рынктың қайда баратынын, видишь? Так, енді қазір прибыль қанша? 6000. 6000 доллар ма? Все, красавчик. Келесі Елнұр 1-2 лот, 1-2 лот. Так, сізде қалай болып жатыр? Прибыль? Убыток? 600 долларов плюс болып тұр дәл қазір. Көрсете аласыз ба? 2 убыток и прибыль болды. А так, мынау евро. Средства қанша? Средства 600 доллар, иә? Все, әдемі. Так, енді рынок бойынша не ойлайсыз қазір? Бүгін жалпы сағат 7-ге дейін не болады? Ештеңе айта алмаймын. Ештеңе айта алмайсыз ба пока? Ну ладно. Так, у вас что происходит? Так, бізде Пока минус 4 сделка аштық жалпы. Но біріншісі сағатта кішкене эмоциямен ашылып кетті, бір-екі сделка. Жарайды, енді біреусі минусовой жабылды. Там енді мына жігіттер естіп жатыр, қатты үлкен лоттармен, то есть үлкен суммалармен рисковать етеді екен. Бізде вообще 150-200 доллар максимум риск на сделку, ондай қатты рисковать етпейміз. Это очень хитрый ход. И бір сделка енді минусовой жабылды, қалғанын ұстап отырмыз. Екінші сағаттағы сделка бар. 2 сағат тағы сделкасын аштық. 49 700 доллар, иә? Все, өте жақсы. Так, сізде қалай болып отыр жалпы? Сразу көрсете салайын мен. Үш позиция ұстап отырмын. Мына байқамай ашып жібердім 48 лотпен. 18 лот ашайын деген негізі. 18 лот ашайын деп 48 ашып жібердіңіз. Қазір герчик ұстап отырмын, лонг. Ага. Мынау енді все по правилам, да, но первое это уже немного хотя кішкене. Так, видите, всегда сделкаға кірмес бұрын полностью лот, қанша лотқа аштым, қаншаға ашайын деп жатырмын, бәрін қарап алу керек. Өйткені сен мысалы бір лот ашам деп байқамай қалып, там 10 лот ашылып кетуі мүмкін деген сияқты. Ондай жағдайлар көп болады. Сол үшін де все надо проверять. Так, сізде қандай результат болады? 0.09 ашайын деген ғой. 0.15 ашылып кеткен ғой. 0.15-тен ашылып кетті? Ашылып кеткен қол байқамаппын вообще. Стоп-лоссқа. Жаңағы айтқан ошибка, иә. Минуспен кетіп қалған ғой, стоп-лосс алып кетіп қалдым. Ну, жаңағы ошибка. Жарайды. Так, сізде қалай болып отыр? Пока просадка. Шамалы просадка жеп отыр. Где-то грубо 400-500 долларды. Екі открытый позиция бар. Біреуі алтында, біреуі GBP USD-да. Пока уақыт бар, көреміз енді. Просадка қанша примерно? 400-500 долларов. 400-500 долларов. Хорошо. Так, сізде қалай? Екі сделка аштым, біреуі 1 лотпен, біреуі 0.5-пен. 2000 доллар прибыль, а почти? Почти 2000 доллар прибыль. Өте жақсы. Риск все соблюдаем? У вас как? Жаңа сізде 2000 прибыль беріп тұрды. Мен негізі оны ерте жаптым. Бірақ анализ бойынша көрсеңіз бәрі тура дұрыс шығып отыр. Енді сағат 4-ке күтіп тұрмын, 20 минуттан кейін екінші позицияға кіремін. Бірақ ол лот сайзы үлкенде болады. Өте жақсы. Қазір 1000 доллар прибыль, иә? Қазір я пока 1000. Әдемі. Сізде? Можете, пожалуйста, показать торговлю? Вот. Хорошо. Так, сізде?
Опана. Біздің лоттардың әкесі отыр ғой мұнда. $6200 прибыль. $6200 прибыль, бірақ та ашылған лот $12. Ой, 12 лот. Енді сізде? Менде пока минус. Қазір 46700. Опа, сіз просадкаға өте жақынсыз. Өте жақын. Сол лотсынан азайттық қазір. Лотсынан азайттыңыздар ма? Асықпай ішсеңіздер обязательно. Бізде осыған дейін мен криптодан жарыстар көрдім да. Криптодан жарыстарда прям опытный трейдерлар келді. Олар енді реально опытный трейдерлар келді. Мен тамам суыққа шыққаннан кейін походу сондай болып тұр. У которых там пнлдары Bybit, Binance'та топ-10 келді. По пнл'ам ең мықты. Они там такие ошибки делали, прям өте үлкен, тупой ошибкалар жасады. Так что это нормальное явление. 5-6 сағаттық торговля это не показывает уровень трейдера. Сол үшін разные ошибки бывают. Там лотпен шатасады, біреу риск дұрыс санай алмай қалады, біреу уверен болып қояды, біреу 44 ашады деген сияқты. Көбісі құр ФРС-қа мән береді. Процентный ставканы бір орында тоқтата ма, түсіре ма, көтере ма, бірақ та одан кейін Пауль сөйлейді тағы да. Ол айтады, біз қазір мысалы процентный ставканы түсірдік, бірақ болашақта көтереміз дейді. Ол рынокқа қатты влиять етеді әр сөзі. Өйткені оны барлық инвесторлар қарап отырады, оны барлық банктегі трейдерлар қарап отырады, фондтар қарап отырады. Сосын сіздер мынандай теманы білесіздер ма? A-book, B-book жалпы брокерлардың. Өйткені брокер таңдаған кезде көбісі қазір проппен істейді. Ертең реалға көшетін болсаңыздар қиын болады. Мына жақта отқан жігіттер $120 000 ақшасын шеше алмай қалған бір брокермен жұмыс жасап. $5000 $120 000-ға дейін нестеген, прибыль жасаған, маған жаңа көрсетті. И брокер шығармай қойған. Неге? Өйткені ненадежный брокерларға оларға невыгодно сіздердің ақшаларыңызды шығаруға. Ал оларға почему невыгодно? Брокерлар неден ақша табады? Спредтен, комиссиядан. Дұрыс па? Бірақ основной заработок брокерлардың неден білесіздер ма? Сіздердің минусқа кеткен сделкаларыңыздан, сіздердің салған депозиттеріңізден. Как это делается? Вот трейдер кірет, Эксенсқа мысалы регистрация өтеді, депозит салады, торговлясын байқайды брокер. Оларда специальный отдел бар, мен ол отделді көзімен көргем, үлкен отдел, өте көп адам отырады, зерттеп отырады. Ол бірақ офисында, оларда там по всему миру там бір 30-40 офистары болады кейбір брокерлардың. И қарап отырады мысалы, и A-ға жібереміз ба, B-ға жібереміз ба? Таңдайды. Мысалы, анау минусовой трейдер болса, оны B-ға жібереді. B деген сөз қалай? Сен $10 000 салдың ба, сен депозитіңе реально деп өтірік береді цифра. На самом деле ақшасын қалтасына сақ қояды. Они потому что знают, что вы сольете. Бірақ прибыль жасасаңыз, қалтасынан прибыль береді. A қалай жұмыс жасайды? Сіздің рынокқа напрямую барады сіздің ақшаңыз. Менде котировка қыса уезді ACN. ACN деген несі бар кішкентай? Ол не деген сөз? Ол межбанковские переводы. Мысалы, менің бүткіл сделкаларым прямой рынокқа барады. Оны чат GPT-дан сұрақ көрсеңіздер болады, ACN что такое деп. Вот. Сол үшін де осы екіге бөлінеді. Брокер таңдаған кезде всегда надежностьқа қатты қараңыздар, отзывтарын байқаңыздар. Ертең прибылін жасап шығара алмай қалуларыңыз мүмкін. Мен прямо әдемі өтті екен. Так, біздің қатысушы есіміңіз кім? Есім Ария болады. Ария мырза, короче, 1-2 минуттың ішінде анализ жасаған. Стоп-лоссы $1200, take profit'ы Қалай болды? Мынау $10 000 беретін еді ғой мынау. Қарасыз, негізі мен ноутбукте көрсеңіз 30 секундтық анализ. 30 секундтық анализ. 15-30 секунд, 1 минут емес, 15 секунд. Аха, то есть сіз қазір на сделка қанша берді прибыль? Мен көрсетсем бола ма бұлай? Қарсаңыздар болады. $8205 прибыль берген. $1000 стоп-лосспен. Иә, $1000 стоп-лосс. RR 1 к 8. Қанша уақыт отработка берді? 20 минут па, 15 минутта берді? Минуткадан санай салса болады. 5 минутта бұл. 5 минутта отработка, 5 минутта $8200. Мына стратегия маған үйрету керек. Керемет. Осындай, короче, қатысушылар. Мен бұл кісі, короче, фаворит бізде.
Сосын мында бір кісі бар, тоже фаворит, қазір олар перекурға шығып кетті. Трейдерлар өте көп темекі шегеді, на свой этаж және анаша шекті. Темекі шекпейтін трейдер емес деп. Так, анализіңізбен бөлісіп жіберсеңіз. Негізі менің анализім 30 секундта. Ең соңғы ликвидити қалған, мына ликвидити 3957. Басында келді, мынаны хант етті, сосын қайтадан келді. Енді ең соңғы біздің хантеріміз мына болады. Мына хантерден кейін бұл жерде келді, бір жоғарғы change of character'ін берді. Потом pullback'інде мен кірдім. Көрсеңіз, ең соңғы лекте мен кірдім. Zero drawdown десек болады. Негізі мен стабласым $1 да жетпейді. Страшно. $8205 прибыль. Страшно. Одан кейін қалай өсіп кетті? Негізі мына стратегия, market maker стратегия десек болады. Соңғы кездерде алтын бағасының үстінде негізі соңғы liquidity hunt болғандан кейін бір әрекет жүреді да. Көп трейдерде мысалы осы жақта стоптары тиеді. Мысалы мен де стоп тидім жаңа, бірақ стоп-лосстарым мысалы $700 да, мына жерде көрсеңіз, жаңа мен бұл жерде стоп тидім. Бірақ сосын күттім, бір анализ жасадым қайтадан. Жаңа 1 минут дейді, сосын кірдім 30 секундқа. 30 секундта көрдім соңғы liquidity-дер hunt болған, екі хантеріміз бар, change of character'ін берген. Сосын бұл жерде көрсеңіз, біз доджи мен ингалтарда өте бізге свечадар айтып отыр бізге, короче, біз жоғары кетейін деп жатыр. Торговляға кіріп жүріңіз мұнда. Депозит. Страшно, кісі. Өте керемет. Бізде мощно. Одан қалғаннан кейін сөйлесу керек екен. Так, достар, бізде 4 адам дисквалификацияға кетіп қалды. Қазір көбісі дем алып сыртқа шығып келді. Так, 4 адам бізде дисквалификацияға кетіп қалды. Бізде 20 шақты адам болды. 16 адам қалды. 4-еуі неге дисквалификацияға кетіп қалды? 2-еуі дневная просадкадан өтіп кетті. 10%-тен көп ақша минусқа кетті. Ал 2-еуі біздің айтқан правилаға сәйкес жасамады. То есть бізде 1 сағатта 2 сделка ашу керек қой. Олар суммарно қазір 6 сделка ашу керек. Ал олар не істеді? Олар уже 7-8 сделка ашып қойған. Сол үшін де это тоже дисквалификация. Бұл жақта енді бізде есть железные правила, которые надо соблюдать. Оларды бұзуға болмайды. Сол үшін де қазір осындай жағдай. Өйткені бұл торговляға да ертең әсер етеді. Сен мұнда спокойно кішігірім ғана правиланы, если ты не можешь соблюдать, сен ертең реальный рынокта ол жақта да саған қиын болады. Поэтому мықты трейдер, он должен быть дисциплинированным. И наперед бәрін санап болу керек. Так, қазіргі қалған участниктардан сұрақ көрейік, кімде қанша прибыль бар. Так, Данил, у вас сколько прибыль сейчас? Так, ну сейчас только одна сделка открыта, плавающая минус 1%, и все. Минус 1%. То есть пока без прибыли. Без прибыли. У вас? 0,3%. Плюс. Плюс? Ага, 0,3 это у нас сколько? $150, да? 300 долларов. Вообще круто. Данный момент менде қазір $3545 прибыль, 50 мың үстіне. Ага. И 2 сделка ашық тұр, пока что. $3500 прибыль жақсы. Сізде? Менде қазір открыт болып жатыр, но пока место емеспін. То есть среднийде тұрсыз, иә, без убытокта? Все, хорошо. Так, у вас как дела? Вот самые минимальные риски у этих ребят. Так, бізде білмеймін не болып жатқан, қазір ашып келейін. Метадан аша аласыздар ма? Метамен істеп жатқан жоқпын. Істеп жатқан жоқсыздар ма? Хорошо. Так, $49,300 бар, $800 минус болған, 4 сделка, 2 плюспен, 2 минуспен жабылды. Қалған 2 сделка жалпы 3 сағат болды, енді 6 сделканы аштық. Получается, 2-ін ұстап отырмыз, 2 минуспен, 2 плюспен жабылды. Хорошо. Менде де сол. Тура сол ма? Бірдей ма? Бірге ашамыз. Хорошо, хорошо. Так, сізде? Сложновато пока идет, но 1100 примерно. $1300 прибыль, а? Да, идет. Өте жақсы. $1300 прибыль. Так, сізде? Минус $2100. Минус $2100. Иә. Хорошо. Минус нормально, да? Иә. Хорошо. Қазір соңына таман бар ғой. Барлық участниктарға үлкен лотпен сделка ашып тастау керек болды. Соны күту керек. У вас как? Пока ситуация такая, GBP USD лонгуем, NASDAQ хорошо лонгуется, и золото вот сейчас пробуем лонгануть.
Средства 49 тысяч, да? Ну, пока Хорошо. вот 4 сделки с начала турнира открыл. Счет также стоит со стопом, с стейком. Ну, Ничего не закрывали еще. Сейчас посмотрим в целом к концу, как это будет выглядеть. Сізде? Пока что минус. Пока что $1500 минус. 1300. Ладно. 1300 это не критично. Сізде прибыль қанша? $11400 прибыль. Вот депозитін көрсете салыңыз. Сізде? Менде $1000 плюс 6 лоттан. Ага. $1000 плюс. Тоже жақсы. Так, бізде ең көп, короче, прибыль. Мына кісіде болып тұр ғой. Қазір екінші, үшінші орындарда сейчас мы определимся. Менде әлі позиция ашық. Пока плюста. Пока қанша? $700. Тоже неплохо, ребята. Мен өзімдігін көрсетейін деп қойып. Так, бізде мен ойымша уже бірінші орынды мы определили. Бірінші орынды. Екінші орын спорно еще. Өйткені бұл әлі бізде 1,5 сағат бар бітуіне ше. 1,5 сағатта қазір много чего можно изменить. Много чего можно изменить. Сол үшін әлі руки не опускайте. Вот, қазір Алла қаласа көреміз қалай болатын. Қазір ең мықты трейдер, то есть осы Қазақстан чемпионатының бізде осындай кубок алады, золотой, одан кейін екінші орын, үшінші орын. Бұл енді жай қалай айтсам болады, это формальность. Одан бөлек бізде одан да құнды сыйлықтар бар. Алла қаласа топ-3-ға берілетін болады, және за участников көреміз кім торговлясы ұнайды. Сол адам бізбен бірге топовый дубайский трейдерлермен обмен опытымға баратын болады. Все, қазір мен бір күшті информация түсіндіріп беремін. Бұл өте негізінде маңызды опыт любой трейдерға. Ертең Алла қаласа именно осы салада өсем дегендерге прям керек болады мына нәрсе. Өте қатты керек болады. Өйткені алдыларыңызға келеді бұның бәрі. Мен қазір айтып жатырмын. Сіздер көп нәрсені тыңдадыңыздар осыған дейін де, иә? Бірақ признайте, сіздер бастарыңыздан өткізгенге дейін ол нәрсені не признавали. То есть, басыңа тигенше сен ол нәрсені ұқпайсың. Саған ол, менде болмайды ол. Я түсіндім деп жүре бересің. Басыңа тет, сол кезде сенде уже все, сабақ деп полочкаға қойып қоясың. Сол үшін де самоуверенность губит человека. Қанағат болу керек, рынокпен ерегіспеу керек. 3 қағида. Жаңа айтты ана кісі, дисциплина керек деді. Дисциплина по-любому керек. Скальп деді. Скальп, да, он в краткосроке может дать прибыль. Скальп. Я тоже скальплю иногда. Но он сені по-любому погубит. Сколько бы ты ни заработал. Ал дисциплинированно аз-аздан тауып, бір айда үлкен прибыльмен шығып отсаң, вот это самый лучший вид торговли. Баға бізде ровно 3000-ға барады. Бірінші 2998-ге барады, потом упадет, потом обратно 3000 будет. Айттым, орындалды. 3333 орындалды, 3500 орындалды, 4000 орындалды, 4444 орындалды ма? 4444-ке барды ма бізде жалпы баға исторически? Бармады, я? Значит, оған барады деген сөз ғой. Енді оны мен қайдан біліп отырмын, қайдан көріп отырмын, я об этом вам расскажу сейчас. Қазір қараңыздар. Бізде мынау крупный игроктардың лимиткалары. Осы крупный игроктардың лимиткаларымен жұмыс жасаймыз. То есть бізде мұнда buy stop бар, buy limit бар, sell limit бар, sell stop бар. То есть бізде мұнда, біз мынау ортасындағы мыналарға мән бермейміз. Это очень маленькие ордера. Біз мынау үлкен крупный палқыларға қараймыз. Мынау крупный бізде, мынау крупный, мыналар крупный, мынау крупный, мынау крупный, мынау крупный, мынау крупный, мынау крупный. То есть мынау, скорее всего, снизу он соберет ликвидность и потом вырастет. Вот бізде, то есть қазір осындай бізде жалпы бағдарлама. То есть мынаның бәрін қарап алған дұрыс. Тут у нас есть здесь на сайте показывают еще открытые ордера. То есть вот у нас шартисты, вот логисты. Міне мынау шартисттардың, мысалы шартисттар мына жақты мына бағалардан кіргендер 86, 98, 4011-де, они в прибыли, но их мало. Но логистов здесь много, видите? 4072-ден бері 3986-ға дейін лонговать еткен ғой. Они сейчас в минусе сидят. Вот много их. Но в то же время бізде мына төменгі жақтан лонговать еткендер, их тоже много. Скорее всего, вот так сбреют, потом вот так вырастут. Шартистов очень мало на рынке. На рынке много лонгистов. Значит, что будет? Значит, будет
шорт будет, скорее всего, да. Это локально, то есть бір аптаның көлемінде. А мына уже бір-екі айдың көлемінде, жарты жылдың көлемінде айтып береді. Это надо изучать вам. Сайттың аты я настройкасымен, я вам скину, хорошо, это настроенный. Как можно узнать вообще глобальное направление рынка? Көбісі жарысын соңына таман пан или пропан деп отыр ғой. Үлкен лоттармен бір направлениеға ашып отыр. Мен ойымша кішкене қате. Чемпионат, мировой чемпионат по крипте то же самое болды ғой. Ең соңында бәрі крупный сделкалар ашып жатты. И все в минусе. Суман сұрағы вам. То есть, если в плюс выйдет, можно закрыть, да? У тебя что, как? Лонг ашсам ба? Тоже лонг іздеп отырсың ба? Ну, көріңіздер. Сіз минусты жаптыңыз ба? Жаппадыңыз ба әлі? Короче, оңай деп ойлағандар бар шығар. Жоқ, вот здесь, ребята, кім оңай деп ойлады, кім спокойно жасап кетем деп ойлады? Вот можете поднять руки? Реально оңай дегендер, вот по-честному. Кто думал? Будет легко. Никто не думал, что ли? Все на опыте. Да? Я жігіттер мықты. Қас көреміз енді қазынан соңына таяп қалдық кішкене. Біз примерно бірінші орынды білем, екінші орынды білмеймін, үшінші орынды білмеймін. И ненте торговлясын қазір зерттейміз, барлығының осының бәрі біткеннен кейін торговлялар қалай болды. Соған байланысты шығаратын боламыз тұжырым. Кім бізбен бірге обмен опытаға барады. Осы жерде шығара саламыз, скорее всего. Если уақыт нам позволит это сделать. Ешқандай сетаптармен, ештеңкемен біз бөліскен жоқпыз. На самом деле, адамдар өздеріне байланысты торговля жасады. Мен басында айттым, вот минуста отқандар, без убытокта отқандар резко бірінші орынға шығып кетуі мүмкін. Бізде негізі фаворит ең мықты кісі, маған торговлясы реально ұнаған кісі бірінші орында мен үшін мына кісі болып тұр. По-любому. Ең мықты реально. Вот. Ең мықты торговля көрсеткен, мен реально таңғалдырған осы кісі. Бағанадан бері қанша рет жаңа сыртқа шықтық, сөйлестік. Мен ойладым, осы кісі болды, все, уже первый деп. Өйткені бұдан асқан, мен көзімше $8,200 прибыль жатты да. Енді қазір Данил деген жігіттің торговлясын, то есть бұл жігіттің торговлясы қалай болып тұр? Можешь телефон открыть, Данил? Бұл жігіттің торговлясы былай болып тұр екен. 2 лотпен ашқан селға $75 прибыль. 2 лотпен тағы ашқан $180, 1 лотпен тағы сел $600, 2 лотпен ашқан $200 минус, 2 лотпен ашқан $600 минус, и соңғы бір сделкасы міне 12 лотпен ашқан 64-тен 74-ке дейін $13,040 прибыль. Бұл енді айтып тұрмын ғой, бір сделка шешіп кетуі мүмкін бәрін. Все, Данил, можешь показывать полностью, разобрать? Так, в общем, по золоту я всегда начинаю анализ с дневного таймфрейма. То есть вот здесь у нас было снятие ликвидности, вот этого лоя на дневке, и плюс дневной имбаланс. Все, то есть держим в голове то, что цена, скорее всего, может развернуться в лонг. Вот. Дальше открываю 4-часовик. Здесь на 4-часовом таймфрейме я увидел 4-часовой имбаланс, вот здесь. И дальше уже от него я работал просто от снятий. Вот, то есть мы зашли первый раз, сняли данный лой. Вот, тогда я уже зашел в лонг, но первая сделка, то есть меня отсопила. Вот эта вот сделка, она меня отсопила. Вот. И для меня лонги были все так же актуальны, потому что хоть меня отсопило, это не значит, что теперь будут шорты. Вот. После этого я искал новую точку входа. Нашел я ее на минутном таймфрейме, то есть здесь мы можем видеть лонговый офф, то есть мы сняли раз, реакция, 2 сняли, реакция, 3 сняли, реакция, и уже вот на 4-й раз, когда мы пришли вот к этому лою, я уже просто зажал позицию, поставил маленький стоп, у меня риск был $1500, вот, и целился на 5-минутную
полное заполнение. То есть там был 5-минутный баланс. Сейчас покажу, вот он. Я метился на полное заполнение. Вот. И цена идеально туда пришла, и после этого начала откатываться. Вот, получается, РР у нее был 7.3. 7.3 РР было. Вот, в целом как-то так. Нет, точку входа скинь в группу. Так, сейчас. А что, вот вопрос, почему ты был уверен, то, что ты открыл на 12 лотов, как ты был уверен, то, что вот он стоп-лосс не заберет у тебя? Ну, в общем, такое понятие, как уверен, не уверен, у меня не было. То есть у меня просто был сетап, я увидел сетап, я просто зашел. Я выделил риск 3%, и тут уже, получается, ну, сетап отработал себя. Вот. 3% у тебя риск был? Да, 3% на сделку. Это сколько в долларах? Это 1500? 1500, да. То есть, если бы был стоп-лосс, ты потерял бы 1,5, заработал ты 13 штук. Это РР сколько у нас? Это у нас примерно 7. За какое время отработка? Так, отработка у нас 36 минут. 36 минут. Да. Мен екі адамнан үйренуім керек екен тағы да. Этот скидывать тут не могу. Тут. Вот қараңыздар, мен қазір позицияларын жіберейін. Вот өздеріңіз қарап көріңіздерші. Мы идем уже. Так, четко всех провел, Данил. 1900, ладно, это прибыль. А вот я просадку нашел. Хочешь? На лонгах. Постой. А, $500. У тебя $2000 просадка идет. Потом, то есть это, вот на просадка прибыль минус у тебя в безубытке, да? И это сколько лотов? 12 лотов. Точка входа вот здесь. Вот здесь. Он упал. $448 у тебя нереализованная просадка была еще. Ты у тебя здесь закрылся 13040. Это ты как? Как ты это сделал? Нет. Постой. Есть нарушение. Ну, нет, я неправильно посчитал. У тебя вот здесь было. $1800. Это какая сделка? 13700. Алибек қатсам деп те айтқан жоқ қой. Он где сейчас? За бабушкой? Ну, брат, как это будем считать? Я думал, Алибек вообще не при делах будет. Данилда, просадка вам екен? Данилда максимально 2,5 мың просадка. Ну, это значит, он процент эффективно. Я. Так. Бля, интрига болып кетті ғой мынау деген. Ну, это реально интрига стала сейчас. Алибек есть, короче. Данилдан, ладно, мы просадку не нашли. Біз екінші орынды анықтайық. Ари мырзасын телефоныңызды беріп жібере аласыз ба? Данил, бір сағатта 400 қашқан жоқ. Қайсы? Одна сделка была, где я, короче, перепутал лонг и сразу ее закрыл, открыл шорт. Вот эта сделка. Вот здесь я, короче, хотел лонг открыть, случайно шорт открыл. Вот, получается, она открылась на 10 секунд. Я ее закрыл, открыл вот эту. Вот я ее держал, отстопился, потом открыл вот эту сделку. Жоқ, бергісі келмейді емес, мен Алибек даже, я не думал, что он участвует. 9.56, ладно. 10.34. Ладно, 9.56-та сделка ашылыпты. Ол 9.56, біреу кетті. 10.34, 10.37. Бір сағатта 300 сделка ашылыпты. 13.100. Одан кейін 12.43,
те бір сделка ашылды, 13-24-те бір сделка. То есть Данилда бір погрешность бар, бір артық сделка ашылған. Онда бітті жеңбейді. Жоқта, постой. Бір сағатта тек екі сделка болу керек. Бір сағат это не считается ашылған сделканың уақытынан. Это считается 12-ден 1-ге дейін, 1-ден 2-ге дейін деген сияқты. Алибек точно участвовать етті ма? Алибек точно участвовать еткен, еще жеңген маған звондап отыр мен. 4-ақ сделка ашты дейді, общий бүкіл жарыс бойы. Ол біздің жігіт қой. И то лимиткамен ашты. 4-ақ контракт болып бүкіл жарыста осы. Сізде бізде мынандай ошибка пайда болды. Қараңыз, мен метатрейдердің сағаты біздікімен совпадать етпейді. Иә? Қараңызшы. 8:37-те, жоқ, 9:18-де бір сделка ашылған. 9:18-де. 10:46-да бір сделка, 47-те бір сделка, 10:54-те бір сделка. Это за час 3 сделки. 11:23-те ашылды. То есть здесь погрешность тоже одна сделка. То есть бір сағатта 3 сделка ашылып қалған. Сен жатқа қараш, біздің Алибекте 4-ақ контракт қойшы. На кубок офиста тұра ма? Сейчас 0:0 Алибек за час открыл 4 сделки. За 1 час? Да. Эй, стойте. Бірінші орын Мансұр ағаға кетіп қалайын деп тұр ма, қалай болды? Тоқтаңыз, стойте. Нет. По-любому сол, минуттар сол ғой, сағатпен погрешность болмаса, минуттар сол. Жоқ, сағатпен погрешность қой мұнда, видите? Жарым сағат разница емес қой, 1 сағат, 2 сағат. Там же просто, если написано 10. Получается, вот время обращай внимание, смотри, вот первая сделка открыта 9:30, вторая открыта 9:54. Получается, с 10 можно еще сделки, да, открывать? Смотрим дальше. Вот эту сделку я закрыл в 10:34, открыл другую в 10:38. Постой. Значит, мы неправильно считаем. На графике надо смотреть. То есть, сейчас мне он объясняет. Когда на каждую сделку жмешь, на каждую отдельно, как где общий показывает. Да. Хорошо. Онда ең бірінші мен Ари мырзадан алып көрейік. Негізі мен мына жерде бірінші мен байға кірдім. Сосын Не, можно бір қарап жейінші? екеуі бір точкада да. Қараңыз, Ари мырза бізде 9:14-те бір сделка. Читайым. Мына екі позишн бір жерде болып тұр да, бірақ біреуін жаптым, біреуі ашық тұр да. Негізі анализ бойынша көрейін десеңіз, бір бай бір жерде болады да, бірақ біреуін жаптым, ана драудан тиімейсін деп тұр. 10:47-те бір сделка. Жоқ, 10:47-те емес. 10:46-та бір сделка. Потом 10:45-те бір сделка. 10:53-те бір сделка. Мынау құртып тұрған сияқты ғой. Мынау 10:53-те. 45-те. 46-та. То есть Ари мырзада 1 минуттық погрешность. Торговля идеальная. 1 минуттық погрешность. 1 минут. Қалай болды? 46 мен 47-те лонг алған, потом 50-де бір шорт алған. Қате ғой уже. 1 минут. Мен ойлаймын, егер дұрыс болушы еді, 58 бен неде болса, 59 болып тұрса. Типа сағатта кешіп қалып, атак новый сағат басталған кезде ашу керек. Уже ашық. Нет, біз енді сенеміз халықтан сұрақ көрейік те, жалпы 1 минуттық. Жоқ, басқа адамдарда шанс пайда болды ғой сонда. Что-то интрига болып отыр, домдыма болып отыр ғой. Так, сізде 1 минуттық ошибка, вот видите? Көрдіңіз ғой міне, мынау үшеу. 11:21-де, 11:36-да. Прям сіз идеально кеп тұр. Блин. Сосын мен бір сұрақ қойсам. Прап бойынша заңдарда егер 80% профит бір трейдпен болса, ол шот өтпейді ол сертификатқа, дұрыс па? Именно пропта ма? То есть сондай заң бар ма? бір сделкадан 80% профит жасаса ма? Мысалы, бір шоттың ішінде қандай профит болған? 80% профит бір сделкамен болса, көп проптар оны қабылдамайды. Не только бір сделкамен. Көп проптар, сіз мысалы 100 мың алдыңыз ғой, $80,000 прибыль жасасаңыздар, сіздерді қабылдамайды.
ол этот проб ясное дело там. Сосын былай да бар да, мысалы, бірлат болса ешеніңіз бар, бірден 20 лат ашасыз да. Ол типа ошибка болады да, пробта. Так, енді сізде бар ғой. Мен бірақ мен түк погрешность. Ага. Вообще, лично мен өзім ойым, енді ешқандай нем жоқ. Лот сайзбен негізі ограничений болу керек еді деп ойлаймын. Лично өзім ойым. Трейдинг это не гэмблинг негізі не емес қой, бұл азарт. Ну, чемпионат всегда гэмблинг. Иә, чемпионат иә, но сонда да бұл жерде біздің мақсатымыз мықты трейдерді анықтау ғой, дұрыс қой. Бұл жерде просто кім көп ақша жасайды деген нәрсе емес, кім мықты торговать етеді деген нәрсе бар. Может быть, біреулер мен солай кім болуы мүмкін. И жалпы алдағы уақытта лот сайзбен кішкене ограничение болу керек еді деп ойлаймын. Ну, мына жерде біз деп отырмыз енді. Соңғы екі сделкада ма, лот сайзымыз жоғарырақ қойдық, потому что енді көбірек профит алғымыз келді. Но по факту өмірге келгенде мен $50 000 болатын болса, алып $5 000 рисковать етпейтін едім. Енді қараңыз, хорошо, я вот так объясню. У всех были одинаковые условия. В одно время начали, одинаковые условия, одинаковый график. У всех была одна и та же возможность. Но правила устанавливаем мы. И біз қазір енді по правилам жасаймыз. Жалпы бізде Данилда по минутке ошибка нету. Я сейчас могу, ну, можешь показывать, кім проверять еткісі келеді, можете показать. Ошибок по времени нету. То есть сделка ашылған уақытта. Бізде Ари Мырзада бір-ақ минут торговля идеальная, бір-ақ минут погрешность. Так, екінші, бізде Мансур Мырзасының телефоны бола ма? То есть, видите, здесь любая мелочь играет роль. Қанша сделка ашқансыз? 10 сделок можно открывать? Ага. Данил по времени правильно. Алибек кім жіберсін? Алибек жеңіп кетсе қалай болды? О, Алибека нету еще. Онда. Он 13.02. Мансур ағада по времени ошибок нету. Открытые сделки. 10 сделка ашқан, бірақ ол 5 сағат 2-10 сделка, я? Просадка. Опа, на просадково. Нет, со стопами все было. По сути, вот это закрыто, да? Закрытый сколько у нас со стоп? Минус 200. Не, Мансур ағада четко. Так, енді... Жоқ, біз историядан қарадық, историяда жабылған уақыттары бірдей, бірақ ашылған уақыттары ол 1 сағатта 2 сделкадан ашылған. Данилдікі, ладно. Жоқ, оны можете тоже по графику. Ну, да, правильно. Так, бізде енді Мансур ағада жарайды, Данилда. Менде бар ғой. Мен қатты тапит еткен кісі, на кісі болды да. Жоқ, енді 1 минут погрешность. Мы прощаем, не прощаем, скажите. Или давайте простим, если он сделает разбор стратегии. Небольшой разбор. Сіз келісесіз бе? Небольшой разбор стратегии. Жоқ, қараңыз. Сіз өзіңіздің стратегияңызды кішігірім көрсетесіз, қалай аштыңыз, қалай жаптыңыз примерно. И сіздің жаңағы 1 минут кешіріледі. Келістік па? Все, давайте, вот так. Это мощная стратегия. Вот. Міне, келсеңіз болады. Чарты ликвидити мен хантпен жүреді.
бірақ общий ликвидитетер мысалға егер хант болса бір осындай маркет бізге болады, дұрыс. Бірақ осындай маркет жоқ бізде. Енді мен мына бір позицияны сізге көрсетейін. Мына көріп тұрсаңыз 30 секундтағы таймфрейммен мен анализ жасадым. Бізде ең соңғы ликвидити қалған осы ликвидитет. Баға келген кезде мына ликвидити хант болды, сосын Может, 1 минут. Хант деген алынған ликвидность. Снятие. Охота. Сосын мына ликвидитиде көрсеңіз, хант еткен мына бізде бір хантер. Сосын бізде соңғы ликвидитиде хант болған. Сосын мен бұл жерде мен стабласымды қояйын сізге. Литвин машина өртеген кезде андай интрига видеолар қояды ғой. Сол сияқты қою керек қазір. Мен бұл жерде мына трейдке 1-ден 7-ге кірдім. Енді не үшін 1-ден 7-ге дейін? Мына ликвидитиге дейін мен таргет қойдым. Негізі чартты бүкіл айтайын десем мен стратегиямда 3 түрлі менде стратегия бар. Бірінші мысал трендлайнды көреміз. Қай жерде change of character болады. Мына жерде change of character болады. Сосын бізде кішкентай таймфреймге көреміз. Қайсы лек бізге change of character жасаған, соның ішінде liquidity табамыз. Енді негізінде көбісінде мысалы 50%, 60% liquidity болады. Сосын қашан сделкаға кіреміз. Liquidity хант болады. Сосын негізі былай хант болмайды, былай хант болады сізге көрсетсем. Қайтадан, қайсы лек біздің ликвидитімізді хант еткен, соның астын қайтадан сызамыз. Егер баға келсе, мынаны сындырса, қайтадан change of character берсе, енді біз pullback'інде күтеміз, келгенде resell аламыз. Түсінесіздер ма? Сосын біздің ең маңызды трейдте көп трейдерлер оны байқамайды. Мен өзімді арасында солай ошибка болады. Таргетке бізге liquidity керек. Егер бәрі четко келсе, бірақ таргетке бізге liquidity болмаса, баға төменге түспейді. Егер бір liquidity хант болмаған liquidity бізде болса, сол жерге дейін түседі. Мысалы мен жаңа мына сел бар ғой. Нешін мен мына жерде селге кірдім. Негізі мен мына жерге сызып қойып едім. Ол біраз жоғары көтеріліп, сосын селға кетті? Нешін мен мында селге кірдім. Негізі мына liquidity алу керек, сосын жоғары кетейін десе. Мына liquidity. Только работа ликвидностями болып тұр ғой, Сосын мен мына жерде мысалы бір стоп дейдім. Нешін стоп дейдім? Мына бір liquidity байқамадым астындағысын. Сосын келесіде кірдіп, нормально көтердім. Сосын мен рисктерім, енді мысалы ең көп профит берген осы позиция, рискі $1000 еді, бірақ пайдасы 8200. Риск бәрі четко менедж болған дұрыс. Менде лот сайздар үлкен, бірақ 25 лотқа мен $1000 стоп қойдым. Сосын менде бір пин бар бар, ол пин барды сізге сызып берейін. Олар бәрі бір сценариомен, бірақ сценариоға біз триггер қосамыз. Мысал, мен айттым, мына жерде селге кіреміз, мына хантердің өзі егер осындай пин бар болса, мына пин бардың шадоусында біз интриміз болады. Стабласымыз мына жерде болады. Егер біздің хантеріміз осы пин бар болса,
таргетімізді 1-ден 5-ке дейін. Мысалда мына позишн. Көрсеңіз, мына жерде мен позишнді мен білем қалай. Мына Fibonacci ма сізде? Мен негізі Fibonacci'ді қолданбаймын. Fibonacci'ді өзім edit жасадым. Entry, stop loss, TP 1, 2, 3, 4, 5, 7 ге. Мен вообще Fibonacci'ді қолданбаймын. Тоже мен Fibonacci вообще қолданбаймын. Қазақша. Маленький таймфрейм ғой, но негізі. Просто мен SRT-дің, короче, үлкен таймфрейм, 4 сағаттық таймфрейммен жұмыс істеу білемін. Жақсы атырап өткізгім келеді, әдемі атырап өткізгім келеді. Но просто ол жерде екінші свечадан кейін, свик жасалғаннан кейін, үшінші свеча бар ғой, үшінші ашылған кезде, сол жерде точка входа іздеу керек, жақсы точка входа. И келесі ликвидқа дейін ол әдемі барып береді. Негізі мен сол ликвидимен жасаймын да. Да, ликвидтан ликвидқа кетеді ғой көбінесе. Бірақ ликвидтер қарамаңсың, мысалы сен ликвидке кіресің, астындағы ликвидтер хант болған ба или хант болма. Егер жиналмаған болса, былай ғой, қай кезде change of character болады? Мысалы жоғарыға кетейін десе, бірінші астыдағы ликвидтер бәрі жиналады. Сосын ойлайды трендлайндер. Енді мысалы трендлайнды мен сізге сызайын десем, былай болады да. Сізде свечный паттерн ма? Ау. Мен негізі пин бар ғой. Мысалы бізде бір трендлайн лонг болса, қай кезде біз шортқа кіреді, ең ескі заттарда. Дұрыс па? Бірақ баға не болып кетеді? Жоғары кетеді. Не үшін кетеді? Ликвидитиді хант етті. Ликвидити хант болмаса, бізге change of character бермейді. Мысалы, кеше мен сағат 3-тен 50 кеткен кезде сделкаға кіргем, примерно. Мына, мен басында негізі мұнан хаймен лоуын қарап отқам ғой. И бұл жерде, короче, ликвид шешпей бітіп қалды. И мұнаны күту керек болды маған. И негізі басында мынаны күтіп отырғам мен. Бұны шешпей кетті, и потом мына жерге келді. Басында 4 болмай тұрып, бұл негізі ликвид шешіп мына жерде тоқтап қалған. И потом болады ғой, 4-тен кейін бір тұрақтық астыға түсіп кетеді. Енді бір нәрсе айтайын сізге. Бұл жерде бізде ликвидити тұр. Да. Оны шешіп кетті ол. Жоқ, мұна әлі шешілген жоқ. Мұна ликвидитиді жинамаса жоғарыға кетуге, new high-ға... Жоқ, бізде. Ондай жоқ. Мұна пин барды біз есептемейміз. Не үшін? Негізі мұна егер хантер болғанда, хорошо. Мен мұна жерге келгенде full margin байып керектен, бірақ ликвидити тұр. Мұна ликвидитиді жинамаса, бізге новый high бере алмайды. Әлі онда біз түсінеміз, баға селге жатады. Селге жатады. Но мен примерно былай істедім мен қарам. Так. Мен мына жерге келген кезде, мен аны күттім ғой, мына свечиді. Мына свечиді күттім. Мен хаймен лоуын алып алдым. Мына свечиді күту керек болды маған. Бұл примерно сағат сол 4-ке жабылатын кезде, бұл негізі үстінде жабылып тұрған. И потом 4 болмай тұрып, ол кішкене астыға түсіп кетті. Менде сомнение болды одан кейін. Мен сделка кіріп қойған болды. Сіздің сделкаларын, давайте оның бәрін біз біткеннен кейін. Да, можно. Ол нәрселерді. Так, жалпы примерно түсініңіздер ма стратегияны? Да. Менде бір сұрақ бар, қойсам ғой ма? Осы мысалы ликвидити хантер деп жатырсыз ғой, оны қай таймфреймді анықтайсыз, именно 30 секундтықта мысалы сіз көрсетіп заказ примерно ше? Жоқ, мен негізі не үшін еді 30 секундқа кіріп, негізі маған үлкен lot size full margin ұнайды. Егер біз full margin кірейін десек, мысалы риск per reward 1-ден 7-ге алайын десек, біздің стабласымыз кішкентай болу керек, кішкентай шотқа. Енді менде мысалы $50 мың реал шот жоқ. Мысалы $500 салам. Енді мен $500-ға бір lot позишн алсам, бір сағат ашып қоя алмаймын да ол позишнді. Ликвид болады. Сол себепте мен кішкентай таймфреймді жасаймын. Әлбектің атынан кім алып кетеді призді? Будем принимать. Сонда мысалы депозитке байланысты таймфреймді тоже өзгертесіз. Негізі кішкентай таймфреймді сіз үйренсеңіз, алтында негізі мысалы мен мына дейлиге қояйын да,
үлкен таймфреймге. Мысалы, в целом бұл турнирден де басқа тоже Дейли таймфреймде көрсеңіз, баға тек қана жоғарға барған. Бірақ бір сұрақ, қазір сен любой шотпен бай алып білесің бе 2 айға? Күтсең, қал боласың. Негізі алтын сол жерден ойнамайды ғой. Мысалы, ұзақ уақытта ланг. Бірақ қазір бай алсаң бола ма? Келесі жылға дейін. Білмейміз. Онда кішкентай таймфреймге кіреміз, стабласымызды кішкентай аламыз. Не, прям тек қана 30 секундта жұмыс жасай ма, или болмаса? Біз любой таймфреймдеміз ал. Брат, сен Сакен деген ағың жоқ па? Жоқ. Профайтингта выступать етін. Мысалы, 15 минут таймфреймді де көрсеңіз. Сол, так, жалпы қорытындылайық онда. Сертификаттар дайын ба? 15 минут таймфреймде де жасап. Аттар жазылмаған. Так, енді біз Әлібек, біздің командадағы жігіт негізші. Ол мықты, өте опытный трейдер. 4-ақ сделка ашқан, жіберді. Бірақ әжесі кішкене ол бір случай болып қалған ғой енді. Сол үшін Әлібекті біз қосатын болдық. Әлібекті қосамыз, сделкалары барлығы четкий келді. Так, енді не істейміз енді? Енді сәл, новичок екеніміз көрініп қалды біздің андай темалардан. Данил ақша төлеп Офсайд деген сериалдың шоу отыр ғой. Так, ладно. Онда былай істейік. Вот бірінші орын, екінші орын Гран-при. Давай. Гран-приді Әлібек алады. Әлібектің кім алып кетеді Әлібектің атынан? Мәлік алып кетесің ба? Әлібекке апарып бересің. Так, бірінші орын бізде, значит, Данил. Так, екінші орында сіздің аты жөніңіз болады ма? Ария Ист келді. Ария Ист келді. Ист келді? Ист келді. Ист келді. Г-А-Е. Ист келді. Так, Данил, Ария, кім? Мансұр аға, сіздің атыңызды? Шынтас. Шымтас? Шынтас. Мен жазуыма енді кішкене ренжімеңіздер. Әлібектің фамилиясы қалай? Серғазиев, да? Все, хорошо. Так, енді мен наградалар жайлы айтып кетейін. Бізде бірінші гран-приға, мен өзім оны не істеп қойғам, $100,000 пропшот гран-при. Екінші орынға бізде $50,000 пропшот беріледі. Үшінші орында, ол адамға керек па, керек емес па, мен білмеймін. Біздің Trading Hub веб-канал бар, ол адам андай шаршап жатса, сол 2 айға доступ беріледі. Дәл қазір енді бізде трейдинг бойынша осы Қазақстан чемпионатының трейдинг бойынша бізде Қазақстан чемпионатының Форекс трейдинг бойынша победителі Серғазиев Әлібек. Так, Әлібектің наградасын кім алып кетеді? Алып кетеді. Әлібекке оны табыстаймыз, пропшотын ертең алып беретін боламыз. Так, енді бізде бірінші орын алған жігіт, можно сказать, что он тоже чемпион Казахстана деп айтуға болады, гран-придан кейін. Это у нас Данил Лим. Давай, вот так можно взять. Я тебе медаль надену. Спорт федерациясының басшысы деп па? Вот так. Все, можно, давайте сфотайте. Так, бізде енді екінші орынға медаль, третье место. Что будем делать? Данил екінші орынның медалін алып кетті. Что будем делать, ребята? Екінші орын медаль берейік. Берейік дегенде ол қалай болады екен? Или сізге еще мы медаль еще подарим. Так, екінші орын алған бізде Ария Ист келді.
Бізде не по плану кетіп қалды ғой кішкене. Құтты болсын. Сіздің торговляңыз маған өте қатты өтті. Не? Давайте. Сюда, сфотайте. Ма бір нәрсе деген маған Мансур аға келгем. Я сейчас в минусе. Третье место занимает вот бронзовый призер чемпионата Казахстана по Форексу Мансур Шымтас. А у меня есть. Так, все, рахмет. Так, енді жалпы, давайте подведем итоги. Көріп тұрсыздар. Мынау жарыс ешқандай трейдердің негізі уровень көрсетпейді. Ешқандай трейдердің прям оның полностью 100% потенциалын ашпайды. Бұл былайша айтқанда жаңа сайттың гэмблинг. 5 сағатта ешкім, это невозможно показать свой уровень. Мен 5 сағатта я могу тоже проиграть. Потому что я знаю, разные чемпионаттар болады Форекстан емес, именно криптодан. Ең мықты дегендер, ең мықты Костя Куда қайтыс болып кеткен 65 миллион доллар. Ол өткен жылдағы чемпионат мирадан соңғы орында тұрған. Понимаете, он все слил. А хотя у него под управлением 65 миллионов долларов. Так что бұл турнир жалпы сіздерге де кішігірім жақсы опыт, бізге де опыт и контент. И сол үшін де жалпы қызық үшін жасалған. Енді барлықтарыңыз бір кішігірім болсын опыт алып, бір-бірлеріңізбен алмасып, барып кофе ішіп, таныссаңыздар болады бір-бірлеріңізбен. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Новый орта қалыптастырасыздар. Неге өйткені мен не үшін жасадым жалпы бұны? Себебі осыған дейін мен енді бастаған кезде 2000 где-то сол мен 20-ларда бастадым, бірақ 1-2 жылда я опыта набрался. Сол кезде мен жарыстарға баратым. Freedom жарысына я потолок поставил, 1,5 миллиона долларов. Ну, конечно, демо счет берді 300 мыңға, мен 1,5 миллион жасадым содан. Маған не берді білесіздер ме сол Freedom? Біздің историядағы ең мықты не деп, курстарына 50% скидка берді. Екінші, мен тағы да бір организациялардан всегда бірінші орын алатын, мен Инстаграмда оның бәрі тұр. Бұл маған ростқа өте қатты көмектесті. Ол жарыстың өзі маған рост берген жоқ, сол жерде танысу, нетворкинг. Өйткені нетворкинг қазір бізде өте қатты рөл ойнайды. Ал енді трейдинг жағына келетін болсақ, ешқашан үміт үзбеу керек. Неге? Өйткені бізде, қалай айтсам болады, көбісі жаңа минуста отырды да, тұрады да, или безубытықта отырады да, соңында шыға салады. Мен басынан бері айттым, дедім, соңына дейін үміттерін үзбеңдер. Вот сағат 7-ге дейін үміт үзілмесін. Сағат 7-де уже бізде сразу бірінші орынға Данил шығып кетті, ана жақтан Әлібек мен қатысып жатқанын білмеймін даже оны. Ол Мәлік саған ол ID-ларын жіберді ма, логин? ID-я жіберіп қойды. Әлібек қатысып емес, группада да бар. Оны даже мен білмеймін. Бізде то есть мынаның барлығында, то есть барлықтарыңызға бір рынок, бір счет, бір не, барлық депозит бәрі бірдей болды. Просто кім мықты жасады осы 5 сағаттың ішінде өзін кім мықты көрсетті, соны біз қабылдадық. Енді Алла қаласа бізбен бірге обмен опытымға Дубайдағы трейдерлармен бірге баратын адам, ол бөлек определяция етіледі. Бізде, то есть қандай жағдай болды? Бізде Әлібек 100 мың долларға проп алды. Алла қаласа ертең бізде уже өткізіп береміз. Екінші бізде Данил алды 50 мыңға. Үшінші орында бізде Ари мырза 2 айға веб-каналға доступ алды. Ол дополнительно просто как подарок ретінде ғой. Және де бізде үшінші орын алған Мансур мырза 1 айға доступ алды. И бұның барлығы жалпы тегін болды. Ешқандай да біз оны бір пайда, бір нәрсе істеген жоқ. Бізге қызық болды, қалай болады екен бұл. Нам было интересно. Мы ради этого постарались. Я в 11 ұйқыдан тұрдым. Бұл любой ақшаның ценный заттан негізі. Сол үшін де в целом енді барлықтарыңызға келгендеріңізге үлкен рахмет. Дисциплина бұл жақта бәрін алып шығады. Дисциплина алып шығады. Және де мықты сетаптарыңыз болса, сол сетаптарыңыз сіздерді любой минустан алып шығалады. Жаңа Данилда, допустим, көп минус болды да, потом плюс 1 вышел, все, барлығын перекрыл полностью. Ари мырзада да примерно сондай жағдай болды. Мансур мырзада сондай болды. То есть соңғы 2-3 сделкасы, то есть 10 сделка ашасың, 2-3 депозитіне 5-10% қосып беріп тұрады. Қанша минус болсанда. Сол үшін де риск сақтап, дисциплинамен торговать едік. Все, барлықтарыңызға үлкен рахмет, келгендеріңізге сау болыңыздар. Предложение айтып жіберейін. Алла қаласа, в целом бізде Дубайға баратын бір адам определиться же. Одан бөлек бізде Алла қаласа Дубайда трип болады с трейдерами. 7 күн интенсивный обучение болады. Сіздердің перелеттарыңыз, сіздер 5 жұлдызды отельде проживанияларыңыз, ол жерде бассейн, бәрі жасалған. И элитный сафари турға, және біз яхта жалдап қойдық, келісіп қойдық ол жақтағы адамдармен, партнерлармен.
соның барлығы кіреді. 7 күн бойы сіздерде интенсивный обучение болады. Мен қарап тұрмын, көп адамда біраз нәрсе хромайды. Олар ойлайды, мен опытым бар деп. Сен хоть 10 жыл жүр, если ты ничего не заработал, значит ты неопытный трейдер. Енді сол үшін де ары қарай да алып шығам, барлығын жасайым деген адамдар келсеңіздер болады, оған обязательно. Ол үшін мұнда Мәлік деген жігітке барсаңыздар болады. Оның да құны, кстати, қымбат емес. Мен сразу айта салайын бағасын. Бағасы миллионақ теңге. Ол біздің жалдап атқан яхтан сағаты 8-9 мың доллардай тұрады примерно. Біз мынадан пайда көрмейміз. Нам это тоже интересно. Біз өзіміз үшін жасап отырық та оны, и в то же время адамдарға да қызық болады. То есть біз мына жақтан, наоборот, мы в минус уйдем, но ол минус бізге қатты үлкен погрешность қатты сезілмейді. И сол үшін де бұның барлығын осы Қазақстанда Форекс, Қазақстанда осы алтын нарығы, трейдинг нарығы дамысын деген бізде ой. Неге? Өйткені барлығы сіздерді не істейді? Халықты қанаумен айналысады. Барлығын алдап, сулап, минусқа кетіріп, жаман ойлар туғыздырады. Ал біз наоборот осылай жақсы заттар жасап отырмыз. Считайте, что это мысалы жаңағы Дубайдың тема, это как благотворительность, то есть ты получаешь за маленькую сумму большие вещи. Енді сол үшін де Алла қаласа, если что, Мәлікке можете обращаться. Все, в целом келгендеріңізге рахмет. Бара берсеңіздер болады, жалпы боссыз.